Сәлеметсіздер ма 4-ші сынып оқушылары? Біз бүгін қазақ тілі сабағынан диктант жазатын боламыз. Алдымен диктант жазу ережелерімен танысып алайық. Мұғалім диктантты түгелдей оқиды. Оқушы мұқият тыңдайды. Сөйлемдер, сөздер жеке оқылады. Оқушы асықпай, әдемі жазады. Сөйлемдегі тыныс белгілерді қою үшін сөйлем қайта оқылады. Оқушы жазған сөйлемін тексеріп, кідірген жерге сөйлемдегі тыныс белгілерді қояды. Диктант жазылып болған соң, оқушы жазған диктантын тағы да бір тексеріп оқып шығады. Мұғалім қосымша тапсырма берсе, диктанттан соң бір жол тасталып, тапсырма орындалады. Егер осы ережелер түсінікті болса, диктантты мен оқып берейін. Мұқият тыңдап алыңдар. Қысқы ұйқы. Қыс мезгілін ұйқымен өткізетін жануарлар болады. Олар күндіз түні ұйықтайды. Қыста ұйықтайтын аңдар күзден бастап бойына май жинайды. Олар суыр, саршұнақ, қосаяқ, кірпі, жарқанат. Қыста құрт-құмырсқалар да ұйықтайды. Жылан, кесіртке, тасбақа, кейбір балықтар да ұйқыға кетеді. Жайын, табан балық су түбіндегі балдыр тұнбалардың арасына кіріп, тым-тырыс жатады. Шыбын шіркейлер қуыстарға кіріп, ұйқыға кетеді. Диктантты тыңдап болсақ, жазуға кірісейік. Қыс мезгілін ұйқымен өткізетін жануарлар болады. Қыс мезгілін ұйқымен өткізетін жануарлар болады. Сөйлемді тексерейік. Қыс мезгілін ұйқымен өткізетін жануарлар болады. Олар күндіз түні ұйықтайды. Олар күндіз түні ұйықтайды. Сөйлемді тексерейік. Олар күндіз түні ұйықтайды. Қыста ұйықтайтын аңдар күзден бастап бойына май жинайды. Қыста ұйықтайтын аңдар күзден бастап бойына май жинайды. Сөйлемді тексерейік. Қыста ұйықтайтын аңдар күзден бастап бойына май жинайды. Олар суыр, саршұнақ, қосаяқ, кірпі, жарқанат. Олар суыр, саршұнақ, қосаяқ, кірпі, жарқанат. Сөйлемді тексерейік. Олар суыр, саршұнақ, қосаяқ, кірпі, жарқанат. Қыста құрт-құмырсқалар да ұйықтайды. Қыста құрт-құмырсқалар да
ұйықтайды. Сөйлемді тексерейік. Қыста құрт-құмырсқалар да ұйықтайды. Жылан, кесіртке, тасбақа, кейбір балықтар да ұйқыға кетеді. Жылан, кесіртке, тасбақа, кейбір балықтар да ұйқыға кетеді. Сөйлемімізді тексерейік. Жылан, кесіртке, тасбақа, кейбір балықтар да ұйқыға кетеді. Жайын табан балық су түбіндегі балдыр тұнбалардың арасына кіріп, тым-тырыс жатады. Жайын табан балық су түбіндегі балдыр тұнбалардың арасына кіріп, тым-тырыс жатады. Сөйлемді тыңдайық. Жайын табан балық су түбіндегі балдыр тұнбалардың арасына кіріп, тым-тырыс жатады. Соңғы сөйлемді тыңдайық. Шыбын шіркейлер қуыстарға кіріп, ұйқыға кетеді. Шыбын шіркейлер қуыстарға кіріп, ұйқыға кетеді. Сөйлемімізді тексерейік. Шыбын шіркейлер қуыстарға кіріп, ұйқыға кетеді. Оқушылар, жазып болсақ, диктантты өз беттеріңмен оқып, тексеріп алыңдар. Содан соң бір жол тастап тапсырма орындаймыз. Мәтіннен күрделі сөздерді тауып, біріккен сөздерді бөлек, қос сөздерді бөлек көшіріп жазыңдар.